Мына әлеуметтік жерде Гүлеке Қасым деген бір кісі бар. Соның осы бүгін бір видеосын көріп, соны 100% қолдап отырмын сол кісіні. Өйткені мына бір стримда отырып, бір танымал блогер деді ме, әлде оны атында білгім кеп тұрған жоқ. Өйткені біздің туды көгілдірлердің туы деп айтып отыр. Міне арандатушы. Ол аздай, сосын орамал тақпайтын әйелдерді дейді, жүзекші дейді. Міне арандатушы тағы. Осындай адамдарға міне заң қолдану керек. Мен түсініп отырмын, дінді қорғағысы келеді. Бірақ адам деген олай қорғамайды ғой. Мынау полицейде, прокуратурада әйел кісілер жұмыс жасайды, бастарына орамал тақпайды. Сонда олар кім? Жүзекші ма? Сотта істейді әйелдер. Президенттердің әйелдері жүр, орамал тақпайды. Бәрі жүзекші ма сонда? Естіп отырсаң, саған айтып отырмын. Басқа сөз жоқ менде. Мынау штрафқа ілініп кетем қазір. Боқтасам бар ғой мынау сүмелекті. Не деген надандық? Сол үшін де ондай адамдарға жол бермеу керек. Бірақ сол адам өзін алдында былай айтады екен Гүлеке Қасымға. Ой, мен мынау жастардың, қазақстандықтардың құқықтарын сақтауға, соған соны болу үшін күресем деп. Әділдік үшін күресем деп сөйтіп отырған адам. Көрдіңіздер ме? Мінеки. Екінші жағы қандай екен? Іш жағы. Шірік немене? Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Біз зайырлы мемлекетпіз. Соны біріншіден ұғып алу керек.